Қазақтың көнеден келе жатқан қолөнері бүгінде табыс көзіне айналып отыр. Меркі ауданындағы Ақтоған ауылының тұрғыны Еркебұлан Әмірханов жылқыға арналған ұлттық бұйымдар жасап, кәсібін дөңгелетіп келеді. Шебердің өнімдеріне тапсырыс берушілер тек ауданнан емес, өзге өңірлерден де көптеп табылады екен. Терелеу, таспатлу, өрміру бір қарағанда оңай көрінгенімен бұл үлкен төзімді талап ететін жұмыс. Еркебұлан Әмірханов бірнеше жылдан бері ер-тұрман, жүген, ноқта және қамшы дайындаумен айналысады. Бүгінде шебер барлық бұйымды тапсырыс бойынша әзірлейді екен. Ұлттық нақыштағы өнімдерге сұраныс артқан сайын кәсіптің де ауқымы кеңейіп келеді, дейді ол. Бала кезімнен кішкене қолымнан көнер бар еді. Содан кейін осы кәсіпті қолға алдым. Осы кәсіппен айланысып жатырмын қазір. Заказбен қабылдаймыз барлық тірлікті. Шебердің тұрақты тұтынушылары да қалыптасқан. Оның өнімдері негізінен ат баптаушылар мен мал шаруашылығымен айналысатын тұрғындар арасында сұранысқа ие. Ауылдағы кәсіпкерліктің дамуы мен жаңа жұмыс орындарының ашылуына да мүмкіндік беріп отыр. Осы ауылда кәсіпкерлер саны күн артқан сайын көбейіп келе жатыр. Бізде негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Сол мал шаруашылығы бар, моншамыз бар, супермаркеттеріміз бар, магазиндер елге қызмет көрсетіп жатыр қазіргі таңда. Ресми дерекке сәйкес ауыл тұрғындарының басым бөлігі мал шаруашылығымен айналысады. Сонымен қатар сауда және қызмет көрсету нысандарының қатары да айтарлықтай көбейген. Ал Еркебұлан секілді кәсіпкерлер ата кәсіпті заман талабына сай бейімдеп, ұлттық құндылықты табысты кәсіпке айналдырып отыр. Бұл ауылдағы еңбек адамның айқын бейнесі. Мөлдір Омбай, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.